Қостанай облысы Амангелді ауданында үндестік облыстық жобасы 2021 жылдан бастап жүзеге асырылуда. Аталған жоба аясында ата-аналардың тікелей бастамасымен қымыз мұрындық, қазақ ауылы этно жобалары ұйымдастырылып, білім беру ұйымдарында әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық бағыттағы түрлі іс-шаралар тиімді жүргізіліп келеді. Үндестік жобасының мақсаты қандай? Ата-аналармен бірлескен іс-шаралар оқушы тұлғасын дамытуда қаншалықты тиімді? Тілшіміз тарқатсын. Қазіргі уақытта білім беру ұйымдарындағы ата-аналар қауымдастығымен бірлескен іс-қимылдың жаңа нысандарын ұйымдастыру күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Облыстық үндестік жобасы туралы аудан тұрғындары хабардар ма? Жобаның жүзеге асырылуына ата-аналардың қосып жатқан үлесі қандай? Бұл туралы ата-аналардың өздерінен білейік. Сіз үндестік жобасы жайлы не білесіз? Үндестік жобасы жайында жалпы мектеп, ата-ана, оқушы осы арасындағы жоба деп ойлаймын. Үндестік сөзі жалпы бірлесу, ұйымдасу деген мағынаны білдіреді. Себебі ата-ана мен оқушы арасындағы, мектеп пен ата-ана арасындағы байланысты нығайту мақсатында осы үндестік жобасының іске асырылып жатқаны мені қуантады. Себебі балалардың не істеп жатқанын, мектепте қандай іс-шаралар болып жатқанын, ұстаздар мен ата-аналардың байланысы осы үндестік жобасы арқылы өте нығая түспек, тәрбиелік мағынасы бар деп ойлаймын. Қазіргі таңда мектептерде болып жатқан жаңа үндестік жобасы туралы естідім. Бұл үндестік жобасы ата-ана және мектеп оқушылармен бір-бірімен тығыз байланыс. Қазіргі таңда үндестік жобасы арқылы мектептерде әртүрлі іс-шаралар, ата-ана мен оқушылармен әртүрлі іс-шаралар өткізіліп келіп жатыр. Бұның енді үндестік жобасы енді ол жақсы жоба деп өзім ойлаймын. Бұл жобаның келешегі бар жоба екенін айта аламын. Сізде кәмелетке толған балалар, студенттер, балабақша тәрбиеленушілер бар ма? Менде мектеп барлық балаларым мектеп оқушысы. Қазіргі таңда мектепте әдемі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Осы үндестік жобасы аясында спорттық сайыстар, әртүрлі іс-шаралар, осы наурызға байланысты іс-шара, ана мен бала арасындағы қарым-қатынас, қыз бала мен ана арасындағы байланысты нығайту үшін түрлі іс-шаралар өткізілді. Үндестік аясында өткізілген іс-шаралар, мысалы, толағайға қатысты, сосын шебердің қолы алтын. Әрине санаймын, өйткені үндестік жобасы бұл ата-ана мен мұғалімнің қарым-қатынасына тығыз байланысты. Үштік одақ ынтымақтасқанда ғана күрмеуі қиын талай мәселелердің шешілетінін де осы жоба нақтылап көрсеткендей. Ең бастысы барлығы мемлекетіміздің болашағы үшін және болашақ ұрпақ үшін екенін ұмытпау керек.